Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен қатысушылар. Мен Алматы қаласы Жетісу ауданы нөмір 177 мектеп гимназиясының 9 сынып оқушысы Ибрайхан Жібек. Менің отаныма менің бастамам қалалық шығармашылық жобалар байқауында Қазақстанның 100 жаңа есімі номинациясы бойынша қорғайтын жобамның аты «Өмірдің азабынан ғажабына жеткен батыр қыз». Жұмыстың мақсаты мүмкіндігі шектеулі жанның ерік-жігері мен қайсарлығы басқа да тағдыр талқысына түскен жандардың және 12 мүшесі сау тұлғалар үшін сабақ болып қалыптасуы. Тақырыптың өзектілігі әлеуметтік жағдайына бей-жай қарамастан кәсіппен айналыса отырып өзгелердің ерік-жігерін ояту. Осы орайда Мұқағали Мақатаев атамыз айтып кеткендей, өмір болмайды түңілуге, мәңгі сені жазбаған сүрінге, қайта тұрып қақың бар жүгіруге. Практикалық құндылығы кез келген қиындықтарға қарамастан өз кәсібі арқылы үлгі тұтатындай азамат болып, басқа да табысты және аяулы азаматтарды қалыптастыру. Айғаным Боташ бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жан. Ол оған қарамастан әйелдер қауымына ұстаз болып келе жатқан мотиват. Ол 1995 жылы дүниеге келді. 2019 жылдың 10 мамырында Раяна есімді қызы операция арқылы дүниеге келді. 2019 және 2020 жылдар аралығында ол ауруханаға жатып, 30-ға жуық операция мен қол-аяғына ампутацияны өткерді. Сонымен қатар кіндігінен жатыры алынып тасталды. Емдеуші дәрігері Айғанымды батыр қыз деп атап кетті. 2021 және 2020 жылдары ол өзін-өзі қалпына келтіру, яғни реабилитацияда болды. Яғни ол қайтадан жазуды, қайтадан жүруді үйрене бастады. Қазіргі таңда оның әлеуметтік парақшасы, яғни Инстаграмда 62 мыңнан астам оқырманы бар. Сол оқырмандары үшін ол кулинария курсын ашып үлгі болып жүруде. Қиындықпен келген жеңісінде осы жолда өзіне қолдау көрсеткен абзал жандардың ізгі істерін пайымдау ретінде ол батыр қыз атты туындысын жазып шығарды. Мүгедек немесе мүмкіндігі шектеулі адам. Ауру немесе жарақат алу нәтижесінде өмір бойына болмаса ұзақ уақытқа еңбек қабілетін жоғалтқан адам. Бірақ олар қоғамның толыққанды мүшесі. Олардың мүмкіндіктері шектеулі болса да, олар қоғамға өз пайдасын тигізе алады. Мына суреттерде операция кезіндегі Айғаным Боташтың жағдайын көре аламыз. Осы кезде реабилитация кезінде оның қайта жүріп, қайта жазуын көп көмек беріп, қолдау көрсеткен оның жан-жары Арман болатын. Адам әлеуметтік жаратылыс деп пайымдайды ғалымдар. Ағылшын ғалымы Джон Дон айтпақшы, бірде-бір адам жеке арал емес, ол құрлықтың бір бөлшегі, үлкеннің бір бөлігі. Және де тағдыр тауқыметіне ұшыраған жандардың жалғыз емес екенін, олардың жалау болатын ата-анасының бар екенін, жақындарының, жан жолдасының бар екенін көрсетеді. Сонымен қатар, Әділжан 7 рет құласа да қайтадан тұрады дегендей, өмірден түңілмей қайтадан алға ұмтылу керек. Айғаным Боташ ол адал жар, аяулы ана. Ол әлеуметтік желі арқылы кәсібін дамытып, көптеген қыз-келіншектерге үлгі болып келе жатқан батыр. Ол қиындыққа тап болған мүмкіндігі шектеулі жандарға үміт отын қайта жағатын мотиватор. Ол тағдырын тас-талқан еткен жауапты адамдардың жауапсыз істерін кешіре білген жүректі жан. Ол өмірдің азабынан ғажабына жеткен батыр қыз. Ерік-жігері мықты, қайсар, үлкен жүректі, құласа да қайтып тұра алатын, қиындыққа қарамастан шағын кәсібінен көпке үлгі болған қазақтың батыр қызы Айғаным Боташ Қазақстанның 100 жаңа есімі номинациясына бірден-бір лайықты тұлға деп санаймын.